Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздермен үйде өсіріп жатқан анар ағашының жағдайы туралы айтпақпын. Бұл анар ағашы жаңағы осы көктем шыққалы мен бұларға жақсы тыңайтқыштар беріп, солай қарап жүргенмін. Бұның осыдан бір ай бұрын жоғарғы жақтарына көп жаңадан жапырақтар шығып, бұтақтармен толысып, солай әдемі өсіп келе жатқан болатынмын. Одан кейін э, осы жақында мен сапардан келсем, жоғары жақтағы жапырақтарының бәрі сарғайып, қурап, жаңағы түсіп, көпшілігі солай болып, оның орнына мына төменгі жақтары ешқандай жапырақ шықпай, бұтақ шықпай тұрған, соның орнына керісінше төменгі жақтан бірнеше жаңа бұтақтар салған екен. Сосын бір жағынан мына жағымды жаңағы көңілімді түсіргенмен жоғары жақтағы жапырақтарының түсіп қалып, төменгі жақтан әдемі өсіп келе жатқан бұтақтар мені көңілімді қайтадан қуантты. Анар өсімдігінің жапырақтары өздеріңізге көріп тұрғандарыңыздай өте нәзік, жіңішке болып келеді. Ана жаңғақтың не болмаса басқа да гүлдердің жапырақтарындай жалпақ емес, кішкене жіңішке жапырақтар болып келеді. Бұл жаңағы тәтті қант сияқты бөлінеді жапырағынан. Сондықтан анарға әртүрлі көбелектер, шыбындар, сондайлар жаңағы көп үйір болады. Сондықтан бұған жаңағы жиі марганцовкамен залалсыздандырып тұру керек, кір жаңағы несімен сабынды езіп, соның суын шашып тұру керек, әртүрлі көп нелерді беріп тұру керек. Қазір енді біз сіздермен жаңағы дайындаған суымызбен бұны суарайық. Жаңа су дайындап қойғанмын мен, соны қазір бірінші мынау анар ағашына осылай сеуіп алайық бірінші. Марганцовкамен осылай қосылай осылай анар ағашын осылай су бүркіп тұру керек. Енді менің бүгінгі негізгі мақсатым осы анар ағашын қырқу болып тұр. Сондықтан қазір біз аямай осы анар ағашын, бұрын мен биіктігіне қарайтынмын, биік болып өссе ғой деп жаңағы қатты қия қоймайтынмын. Енді мынау төменгі жағы қаулап, жаңа нелер беруіне байланысты, жаңа бұтақтар беруіне байланысты, енді мен бұның жоғарғы жағын кесіп тастаймын. Мына жерден кесейін біріншісін. Міне, қараңыздар. Екіншісін осыған жақын қылып бірдей қылып мына жерден кесем. Ал үшіншісін даже тіптен мына жерден кесуім мүмкін. Мына жерден кесем екіншісін. Үшіншісін мына жерден кесем. Сонда менде мынандай көрініс қалды. Мінекей. Бойын қысқарттым. Негізінде 60 сондай сантиметрдей болған. Қазір бізде 30 сантиметрдей қалып отыр. Жоғары жағын бәрін кестік. Енді менде қазір не бар? Қазір мынау кесіп тастаған бұтақтарды мен тамырлатып көремін. Жаңағы тамырласа ары қарай жеке ыдысқа оны отырғызармын. Ал енді мынау негізгі жаңағы анар өсімдігі осылай қалады. 30 сантиметр қылып бойын кішірейттім. Енді мен бұған қандай мынау азот, калий, фосфор несін, магний және В-С витаминдері араласқан ұсық жапондық тыңайтқышты мен қазір осыған кішкене тыңайтпақпын топырағын. Сонда бұл ары қарай әдемі өсуін жалғастырады деп ойлаймын. Қатты көп құюға болмайды. Бұның топырағы көбірек, сондықтан мен кішкене молырақ құйдым. Топырағын мінекей. Бұл әдемі горшокқа әлі отырғызылмаған, кішкене кеңдеу болғасын, мен мынадай отырғызған сол қалпымен бұл тұр мінекей. Енді осы анар ағашын ары қарай тағы да бақылаймыз. Қарап отырсақ, мінекей неше жаңадан өскен пайда болған? 1, 2, 3, 4, 5, былай мысалшы, былай 1, 2, 3, 4, 5, 6 жаңа өскін беріп тұр. 6 өскінден енді ары қарай әдемі өседі деп ойлаймын. Және сонымен бірге бұлардың да жаңағы түбін осы өсіп келе жатқан бұтақтарды да кішкене қатайғаннан кейін ұштарын қиып тастаса, одан әрі жаңағы тараңдалып әдемі өседі деген ойдамын. Сау болыңыздар. Анар ағашын осылай жаңағы жаңа қырқып, жаңа өң, жаңа бейне бердік деп ойлаймын. Анар ағашын өсіріп жатқандар болса, өсіргісі келетіндер болса, осы менің видеом сіздерге аз да болса көмек болған болса, ойларыңызбен бөлісіп жасап отырыңыздар.